Ал өңір тұрғындары вакцинаның 3-ші дозасын салғызып жатыр. Бүгін қалалық әкімдік қызметкерлері Open Павлодар мамандары екпе салдырды. Толығырақ келесі сюжеттен көріңіздер. Павлодар қаласындағы Кривенко 25 көшесінде орналасқан әкімдік қызметкерлері бүгін ревакцинация жасатты. Оларға қаламыздағы нөмір 2-ші емхананың дәрігерлері келіп, алдын ала сатурация, қан қысымын тексеріп, екпе салды. Вакцинаның 2 түрі қолданылды. Бүгін біз 2 вакцинаны түрін алып келдік, Верацел және Казвак. Оны алдын алған, мысалы, бірінші, екінші вакцинаны Спутник алған, Казвак алғандар ала береді, оны Верацел, Казвак ала береді. Яғни бәріне жарайды. Бәріне жарайды. Дәрігерлер жылжымалы вакцинация топтары алдын ала өтініш бойынша жүретінін жеткізді. Екпе салу үшін кабинеттер таза, үстел мен орындық болса жетерлік. Осылайша бір күнде шамамен 10-нан аса қызметкер ревакцинациядан өтті. В прошлом году летом получил 2 компонента вакцины. Былтыр жазда Коронавак вакцинасының 2 компонентін салдырдым. Жарты жыл өтті, міне ревакцинация жасаттым. Бүгін Верацел вакцинасын алдым. Қазір жағдайым жақсы. Пришел получить дополнительную прививку от коронавирусной инфекции. Павлодар облысында ревакцинация қарқынды жүргізіліп жатыр. Өңірдегі эпидахуал жақсармай тұр. Сондықтан дәрігерлер ревакцинацияның маңыздылығын тағы бір мәрте еске салады. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.